Жайма шуақ күндердің бірінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітте отыр еді. Жанына бір адам келіп жайғасты да: «Уа Аллахтың расулы, мен күнә жасадым, мені жазалаңыз» деді. Алла елшісі үн қатпады. Әлгі кісі айтқанынан тағы да қайталады. Осы арада намаздың уақыты болып намаз оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазын аяқтап кетіп бара жатыр еді. Жаңағы адам тағы да жабыса кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәл кідіріп оған қарады да: «Үйіңнен шығарыңда дәрет алып шығып байың» деді. «Иә, Алланың елшісі» деп жауап берді. «Бізбен бірге намаз оқыдың ба?» «Иә, оқыдым» деп еді. Нәби саллаллаху алейхи уассалам: «Онда Алла сенің күнәңді кешті» деді.